Сәлем достар, менің есімім Ахмет Саят, мен интернет-маркетологпын. Достар, осы видеоны толық қалып шығыңыздар, себебі 42.500 теңгеде 0-ден бастап 100%-ға дейін түсіндірме видеоларын дайындадым. Арнайы ютубтағы ең жақсы түсіндіреді деген адамдардың видеоларын алып, бір видео қылып шығардым. Қабыл алыңыздар. Сосын достар, сіздерден бір ғана өтінішім бар, ол менің YouTube каналыма тіркеліп алсаңыздар. Тағы да бір өзгерістер болса, немесе 42.500 теңге жайлы ақпараттар, сұрағыма жауап табатын болсам, сіздерден қойған кейбір сұрақтарыңызға жауап табатын болсам, мен сразу осы YouTube каналыма видео түсіп салатын боламын. Ал сіз одан қапы қалмау үшін осы YouTube каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыздар. Кеттік онда, менің видеом жалғассын. Ал достар, біз онлайн шотты Каспий Голд приложениесімен жасайтын боламыз. Егер де сіздерде ол приложение болмаса, App Store'да немесе Play Market'тен тапсаңыздар болады. Кірген кезде біз алдымен тіркелуіміз қажет. Егер сіздер тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің номерлеріңіз жазасыздар және продолжить батырмасын басыңыздар. Басқаннан кейін сіздердің номерлеріңізге 4 сандық код келеді. Соны жазамыз және де бірінші тұрған жерге өзіміздің толық атымызды жазамыз. Астына туылған күнімізді, айымызды, жылымызды. Сосын продолжить батырмасын басамыз. Осы жерге өзіміз 8 сандық парольді ойдан құрап жазатын боламыз. Яғни алдағы уақытта осы приложениеға кірген кезде сол парольді жазып кіруіміз үшін. Жазып болғаннан кейін продолжить батырмасын басамыз. Енді біз қай қаладан, яғни сіздер Шымкент қаласынан болсаңыздар, Шымкент деп өздеріңіздің мекен жайларыңызды таңдайтын боласыздар. Мой банк батырмасын басамыз. Және де открыть счет Каспий Голд батырмасын басамыз. Осы жерге біз өзіміздің телефон номерімізбен және де ин номерімізді толығымен жазамыз. Жазып болғаннан кейін продолжить деген көк кнопканы басамыз. Осы жерде енді подписаться заявление SMS кодом деген астында көк кнопка тұр, соны басамыз. Енді біздің номерімізге 4 сандық код келуі қажет. Сол кодты осы экранға жазатын боламыз. Енді біздің онлайн шотымыз ашылу үшін 1 минут күтеміз. Енді достар, осы жерде мұқият қарап, анау астында жазылып тұрған сөзге қарап, соны қайталайтын боласыздар. Яғни экранға түзу қара десе қарап, күл десе күліп, оңға қара, солға қара десе, солға қарайтын боласыздар. Енді барлығын жасап болғаннан кейін, осындай сіздерде бет шығады. Осы жерде өтінішке қол қою деген көк кнопканы басатын боламыз. Керемет достар, сіздердің мәні өздеріңіздің онлайн шоттарыңыз ашылды. Яғни осы IBAN шотты біз алып, 42.500 теңге алуымыз үшін сол жерге өтініш жасайтын боламыз. Каспий Голд әр адамда бар. Каспий Голдқа Каспий Кзетке кіреміз. Каспий Кзетке кіремізді. Платеж деген бар. Сол платеж дегенге барамыз. Басқаннан кейін поиск деген шығады. Поискке ESP деп жазамыз. Міне, осыны басқан кезде место регистрация дейді. Соны басамыз. Ауылдық жерде тұратын болсаңыз село деген таңдайсыз. Қалалы жерде тұратын болсаңыз город деген таңдайсыз.
біз ауылдық жерді таңдайық енді. Одан кейін екінші апрель дейді, сәуір айына төлей аламыз. Одан кейін ин. Өзіңіздің иніңізді жазасыз. Сосын продолжить дегенді басасыз. Оны басқаннан кейін сізге қабылданды, бір күннен кейін жауап келеді деп SMS көрінеді. Сізге Telegram дейтін каналды орнатып аласыз. Бұл да желі, WhatsApp, Instagram деген сияқты осындай Telegram. Міне үстін басамыз. Үстін басқан кезде өздеріңіз ішіне кіріп тіркеліп аласыздар нөмірлеріңізбен. Одан кейін мына жерде поиск деген жер бар. Осы поиск деген жерге help 42500 деп жазасыздар. Міне 3 бірдей бот шыққан екен. Осының ішінде сақ болу керек. Мына ең соңғысын таңдайсыз. Help 42500 бот деп тұрған таңдайсыз. Қалғандар бот емес. Осын таңдайсыз. Не, бастық. Енді начать дегенді басамыз. Старт кетті. Міне. Енді сіз кімсіз? Работник ба, әлде самозанятый адамсыз ба? Қайсысына жатасыз? Сіз соны таңдайсыз. Өз-өзіне жұмыс істеп жүрген, арнайы бір мекемеге тіркелмеген адамдар самозанятый дегенді басады. Енді өзіңіздің иніңізді жазыңыз дейді. Жібересіз. Енді сіздің емейліңізді жібер дейді. Оны жібересіз. Міне, енді телефон нөміріңізді жазыңыз дейді мына форматта. Дәл осылай нөміріңізді жазып жібересіз. Енді айбан нөміріңізді жазып жіберіңіз дейді. Кезет деп басылатын нөмір. Соны енгізесіз. Міне бұлай. Міне шықты. Енді сіз подтвердить заявку дегенді басасыз. Міне, ваша заявка принята дейді. Міне бізге хабар береді, біздің тапсырысымыз кетті. Бар жоғы осындай ғана дүниелерді жасайсыз, болды, сіздің тапсырысыңыз, өтінішіңіз қабылданады. Ал енді сіздерге көрсетіп жіберейін. Айбан счет нөмірін қалай алуға болатынын қазір міне былай кіресіз. Каспи программасы арқылы. Ол үшін Каспи программасының ішіне кіреміз. Каспи Голдты таңдағаннан кейін мына жерде О карте Каспи Голд деген бөлім бар. Сол бөлімде 3 бөлім шығады. Соның ортасындағы реквизит дегенді басамыз. Реквизитті басқан кезде карта жайлы ақпарат, биік нөмір, сосын номер, счет, карта шығады. Міне кезет деп басылады. Міне осыны көшіріп аламыз да жаңағы көрсетілген жерге осы нөмірді толықтай жазамыз. Қатесіз жазуға. Достар, сонда біз міне өзімізді, каждыйымыз өзіміздің телефонымызды алып, содан кейін барып осы Google-ға кіреміз. Google-ға кіргеннен кейін біз мына поисковикке жазамыз ең жоғары жағында. 42500. Міне менде шығып тұр. Осы 42500.еңбек.kz сайтына кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін міне біз главный сайттың главный страницасына кірдік. Төмен қарай түскен кезде міне отправить заявку. Міне соның астында проверить статус заявки деп тұр. Осыған басамыз. Міне сіздерде ин жазу керек, содан кейін номер удостоверения личности жазуыңыз керек. Осыған байланысты мен өзімнің инімді жазам. Міне мына жерде уже жазылып тұр. Инімді жаздым. Енді менің номер удостоверения личности. Міне удостоверение личностьтің номерін жазғаннан кейін, содан кейін барып міне я не робот дегенді басасыз. Я не робот дегенді басқаннан кейін міне проверить деген тұрады ең астында, соған басамыз. Міне менде былай шықты. Статус заявки выплата 42500 назначено. Если вы указали айбан, деньги поступят в ближайший рабочий день. Если айбан неверен либо не указан, то вам будет направлена смс с деталями дейді. Бұл получается
маған осы жақын арада 42.500 теңге менің шотыма түседі. Егер мен заявкада, яғни Телеграмда немесе 42.500 сайтынан жіберген кезде өзімнің шотымды дұрыс жазған жағдайда менің шотыма осы 42.500 теңге түседі. Ал егер мысалы мен заявканы жібердім, бірақ мен шотымды дұрыс емес жазған жағдайда сіздерге смс келеді, осындай айбан шотыңызды дұрыстап жазыңыз деп. Сол кезде сіз сол 14.14-тен келеді сообщение. Сол 14.14-ке қайтадан ответқа сіздер жазасыздар өзіңіздің шоттарыңызды. Сіз картаның номерін емес, шотын жазасыз. Осы номердің шотын жазғаннан кейін сіздерге 1-2 күннің ішінде уже 42.500 теңге пособияларыңыз уже түседі. Бұл негізі бір жағдай. Екінші жағдайларды айтатын болсақ, негізі қараңыздар, бұл жерде менде сразу осы назначено деп тұр. Сіздерде былай шығуы мүмкін. Осы пошагово айтатын болсақ, 1-4 шаг деп шығуы мүмкін осы жерде. Міне статус заявки деген жерде сізде былай шығуы мүмкін. 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 деп шығуы мүмкін. 1-4 дегеніміз ол сіздің осы заявкаңыз ең басында жіберген, осы бір күн бұрын жібердіңіз, сіздің заявкаңыз енді қабылданып жатыр деген сөз. Ол көбінесе осы сіз бір компанияда жұмыс істеген жағдайда сол наемный жұмыстарға, наемный работниктарға сондай негізі 1-4 шағы ең басында шығады. Ал мысалы айтатын болсақ, сіздерде 2-4 болатын жағдайда сіздер осы бірінші шақты өтіп, екінші шаққа осы 12 сағаттың ішінде өтіп, автоматты түрде анализ деген болады осы мемлекетте. Осы автоматты түрде анализ бойынша сіздерге қаралады именно сол автоматический анализда. Ал сіздерде мысалы 3-4 деп шығатын жағдайда сіздің негізі сіз туралы электронный дело ашылады. Сол делода мысалы сіздің бүкіл айбан шоттарыңыз, сонымен қатар сіздің бүкіл телефон номерларыңыз, сіздің иініңіз, соның барлығы сол делоға, электронный делоңызға сол жерге салынып қаралады. Содан кейін 4-4 деген шаг бар. Бұл негізі ең соңғы шаг. Бұл жерде мысалы сіздің пенсионный отчисленияларыңызды тексереді. Мысалы айтатын болсақ, сіздер ЕСП төледіңіз ба, төлеген жоқсыз ба, соңғы осы 12 айда сізде пенсионный отчисление болды ма, болған жоқ па, соның барлығы тексеретін осы 4-4 шақта. 4-4 шақтан кейін осылай сізде шығады. Мысалы менде шығып тұр ғой, міне выплата 42.500 назначено деп. Негізі осындай түскен кезде, міне ближайший рабочий день деп тұр, сізге 42.500 түседі. Значит, маған бүгін немесе ертең уже ақша түседі. Сізге мысалы 4-4-тен кейін шақтан кейін осылай шығатын болса, онда сізге смс келеді, неме айбан шотыңыз дұрыс емес, дұрыстап айбан шотыңызды осы смс-қа жазып жіберіңіз деп. Немесе сіздің шотыңызға уже 42.500 пособие ақшасы уже түседі. Соңына дейін көргеніңізге сізге көп рахмет. Бұл пайдалы ақпаратты сізге ұнайтын болатын болса, алдыңғы ақпаратты берген ютуберлердің YouTube каналдарын мен төменге қалдырып кеттім. Сол каналдарға тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Жақсы.